Akşam şerifleriniz hayırlı olsun, hürmetli seyirciler. Millet telekanalının efirinde Açıklav programması ve men onun alıbarıcısı Leviza Seyitbilalova. Bugünkü kun Kırım Tatar halkının tarixinde ve umumi Kırım yarımadamızın tarixinde ayrı bir yerini tutan bu emniyetli kun. Yazık ki ama bazı vatandaşlarımız bu konu hatta hatırlamaz ve bilmez. Ne oldu bu konu? Tamam 95 yıl evvelsi Oktyabr'ın 18'inde Tavriya guberniyasının teritoriyasında Kırım Muhtar Sosyalistik Cumhuriyeti teşkil olundu. Zamandaşlarının çoğu sayıtalar ki Kırım Tatarlarının tarixinde tamam bu devir ayrı parlak ve ayrı devir gibi sayılmakta. Bugün biz bu mevzuda tafsilatlıca lakırdı etmeye istedik ki ve stüdyamızın bugünkü musafiri Namus Teşkilatının azası Ayder Mustafaev. Selamun Aleyküm Ayder Bey, hoş geldiniz. Selamun Aleyküm, selamun Aleyküm. Ayder Bey, birinciden bu mevzu hakkında söz versetterek biz tarihke bir nazar taşlamağa istedik ki ve o devir hakkında sübetleşmeye istedik ki 1921 senesinde bu cumhuriyet teşkil olundu. Nasıl emniyet taşır edi bu bizim tarihimizde, halkımızın tarihinden? Bilesiniz, mana Ульянов Ленин 18 октябрьге 21 senesi kol koydu. Mana koluma ксерокопия Kırım Конституциясы. Конституция Крымской Советской Социалистической Республики. Мында çok şey yazılgan. Sonki nesine mana 6. пункт. О государственном языке Крымской ССР. Государственными языками Крымской ССР являются татарский и русский. Пек çok айтелер татар теле, мектеплерге olacak, olmayacak, факультатив, обязательное обучение. Но Kırım Республикасы olganda Kırım Tatar tili hepsi okurdiler, iblirdiler Kırım Tatar tilin. Kazaklar olsun, Ermeniler olsun, Balgarlar olsun. Men üçün etkenim, Kırım Tatarlar, bana Kazakça aytiler, государственно образующий народ Крыма. У государственно образующий народ Крыма olsa, bana şın yine хайттық Россия Федерациясына. Хайттық уч тіл, государственный тіл. Рус тілі, Украин тілі, Kırım Tatar тілі. Ne için çok tiller netiler mekteplерге? Английский, французский, немецкий, болгарский, не? Сетки расписания. А Kırım Tatar nesini etmiler? Otriler mında ne var? Общественный совет Крыма. Общественный совет oturup рассуждение yapay. Kırım Tatar тілі olacak обязательное преподавание или факультатив? Nedir o fakultatif? Sesin Огрен? Sesin Огрен mi? Niçin öyle? Kırım Tatar тілі государственный olsa обязательное обучение крымско-татарскому языку должно быть в школах. Doğru? Men bekim başkaca anlayayım. Endi kısmet oldu 95 yıl создание Крымской Советской Социалистической Республики. Aklıma ya 26. senesi, ya 27. senesi son преобразование oldu автономное. Но мында чиновниклер делер, но она же не писалась Крымско-Татарская автономная республика. Мен bu чиновниклерден sorama isteyim. Мына Татарстан. А yazılı manda Казано-Татарская автономная республика. Башкирдистан, Башкиро-Татарская автономная республика. Yok. Bu конституция государственными языками birinci Kırım Tatar tili olsa, значит, у национальная автономная республика. Biz mında doğduk, babalarımız, analarımız mında doğdu, dedelerimiz mında doğdu. Biz çıktık Kırım'dan, biz Kırım Tatarıq. O pek zengin, pek güçlü hanство di. O zaman da hanlar vardı. No Kırım hanları pek çok Rusya pek çok yardım verdir. O стабилизации России
И мына холма бар, мына хронологический список ханов Крымского государства. Да? И даже забыв уничтожить самую тень постыдного ига, Иван III заключил союз с Менгли-Гиреем Крымским, разорвал грамоту сарайского хана Ахмата и прогнал его послов. Ахмат также обеспечил себя союзом с Казимиром IV Литовским. Но крымцы напали на Литву и тем отвлекли ее от содействия Золотой Орды. А русские дружины с другими партиями крымцев напали на Сарай и дотла разметали его. Главные же силы России и Орды, простояв друг перед другом на берегах реки Угры, до поздней осени и не рискнув первыми перейти реку ввиду неприятеля, мирно разошлись 7 ноября 1480 года. Этот день и считается последним днем ига. Окончательный же удар Кипчакскому царству Большая или же Голубая Орда нанесен был 22 года спустя верным нашим союзникам Менгли-Гиреем в 1502 году. Нючун тарихтем да язмейлер. Нючун тарихчилер айтмейлер. Оқығаным Терентьев, Россия и Англия в Средней Азии 1887 senesi страница екінші несі. Алсынlar библиотекадан оқысынlar. Мен алdatmayım. Библиотекаларға var. Но тарихын бүтін қарыштырдар, неттер. И мен аннап болмайым. Біз мұнда өзі үкіметімізге яшайық. Пек яқшы олды. Бір кере атмадар, бір кере нетмедер. Русия ене хрымын. Русия нетті. Ухадар Русияшын ярдым ети. Айдарбек, мына чиновниклер ақында айтсақ, қайдетмек керек, мына біз бүгін енді 1921 сенелері ақында лаф етек. О вақытлары акимиет органларда біздің ватандашларымыз чоқысы. Яқшы бір ерлерде отырайдылар, өлі айтайық. О ақында не айта білерсіз? Мына Бекир Чобанзаде, мына бөле инсанлар. У заманда председатель ЦИК Хрымын Хрым татарды. Министрлер Хрым татарды. Чоқсы Хрым татарды. Мына айтелер репрессированные крымские татары, да? Бірдәне Хрым татар Хрымға қалмады. И у вақытта Совет үкіметі вақытына Узбекистанға 4 тәне министр Хрым татар делер. 4 тәне министр. 25 миллион яшағаннар Узбекистанға, да? 25 миллион. Но он нетмей керекті, раз составға кірдік, керекті бізімнелерін, кандидатураларын вермей. Масқаралық бірдене министрі yok. Не үшін оле? Мен де сорамас деймін. А не үшін оле? Не үшін Хрым татар тілін мектеплерге нетмейлер? Не үшін? Сіздің фікірінше, бүгінгі күнде біздің халқымыз арасында мына бөле азыр олған мутихассылар чоқ, яғни çalışmaға, яғни акиметте çalışmaға азыр олған инсанлар чоқ мы біздің халқымыз арасында? Шын білесіңіз, мына оле вақыт келді, чоқсы қорқайлар çalışыр. Қорқайлар. Оның үшін мен мына О, доғры ма? Доғры. Қорқайлар. Мен чоқсынен лақырда етейім. Айдараға білесің, оле вақыт мына бақ, аристілер башладар нетме, о нетме, бұн қападар, бұн іштен шығардар, бұн не. Қырсызлама, сен кімсан етмес. Но, мында оле олды білесіңіз, мына шын айтиық, да, мына руководящий состав Крыма. Олар эпсе. Аннан келдірді, Украина вақтынан келдір. Сонделер мына Украина олғанда, татарларға қолайды. Мен дейміне қолайлық бар де. Постановленияларын білесіңіз. 1998 сенде. Мына айтелер, воссоздали автономную республику Крым. Не үшін воссоздали? Bütün документлерге, у заманда Совет үкіметі де, восстановите автономную республику Крым на основании Конституции, мына Конституция, 1921 года. Мына бұл Конституция. Не воссоздать, восстановить. Значит, мына 95 ел кечтім, он байрам yapma керек. Хрым несіне 95 ел. 5 елдан 100 ел олacak. Ишін халықта бір құжыр олды, қорқайлар, нетилер, нөчін оле, нөчін боле. Бізден білесіңіз, мен мында бақайым, да, Хрымға пек чоқ башқа ерлерден кегеннер яшайлар. Пек чоқ.
Қырым татарларын 44-ші сенесі мына болгарларын, лемселерін, эрменлерін, қырым татарларын, дангалақларын мыннан айдаған соң, Қырымға 366 бінің бірші адам қалды. 2,5 миллион, почти 3 миллион ханнан келді. Башқа ерлерден келдерді. Олар айтылар, мы крымчане. Олар крымчане дегел. Олар не третье поколение, четвертое поколение нет менжес. Мында яшаған руслар, мында яшаған украинцлер, женктен эвел яшағаннар, аледан қырым татар тілін білілер. Білесіңіз мұн? И мен білесіңіз, не үшін нетейм, бірдәне межнациональная рознь қырым татарлардан чықмады Қырымға. Ана бабам эві var неге Шума, шын верхняя Кутузовка, 66-шы сенесі мен Өзбекстан терме командасына дем, и Спартакқа келдік мында сборға, 66-шы сенесі. Вардым таптым уевін. Эки хоранда яшайлар, бывшие участники войны, руслар, көрсеттер, неттер мен аннан шыққан сон ағыладым. Но мен пчахнен оларға келмедім. Бірдене татар не пчахнен келді, не бірін соғды, не бірін хулады, худы. Миллет сатқын олмай. Отщепенцы делел. Любой миллетке var отщепенцілер. А бүтін халқын неткенерін, сон мұна Зауырнен лақы, Зауыр бенен лақырды еттік, мен дедім, Зауыр, сен білесің музыкальный театр, музыкальное училище, мұна Салғырға. Анда дедім, большая стелла есть, бар. И анда герой соцтруда Крыма, Крымской республики. 90 дане герой, герой соцтруда. Экдане Апахай дважды герой соцтруда. Я бізге Өзбекстанға 4 дане герой соцтруда бар дилер. Нетің? Анда yazылсынар оларын. О деді, очень правильно деді. Аннайсыңыз? Бізден мына страшилкалар япайлар. Неге япайлар? Анна болмайым. Дослық олмаса, мына торынарымнен мен барым тренировка, өзімді сойынайым, башлайым олармен нетме. Қазақлар, эрменнер, чуфтлар, кім? Yok. Балалар мына боле бақайлар, келелер. Қазақлар, руслар делер, дядя, посмотри, я правильно сделал или нет? А татар балалары, айдыраға, ну бақың, мен доғры яптым кувырокын, я да yok. Аяғым доғры қойдым, или, білесіңіз, мына, біз айттық, сіз эпіңіз аға қардашсыңыз. Вы друзья, вы братья. Здесь в спорте национальности нет. У спорта олған, мына, меджлис олғанда, вот это наши, а вот это не наши. Оледі да? О күрешнен, о башқанелернен. Мына русларына сайтилер. Крым зацветет только тогда, когда Крым будет как цветник. А цветник из народов разных национальностей. Но умные, толковые, без определения национальности. Управление ОСА, Крым действительно зацветет. Сіз Ғалибан Номан Челебечиханның сөзлерін ұшында айтыңыз, о да әвелері өлі айтқанды Крым, яғни бұйық гүлдестек кібі, әрбір халқында бөлі гүзел чечек кібі. Айдербе, мұна Крым мұқтары Джумхуриеті о вақытлары 24 ел яшады, шты өлі айтайық. О вақытларыны мұна шымдыки вақытларынан тәніштірмек мүмкін мі? О, білесіңіз, нас айтай жамды білмеймін. Мен мында çalışқанда, мына директор спорт-клубайымда толдым, сон директор Республиканской детско-юношеской спортивной школы «Спартак». Білесіңіз, мен бір ерде көрмедім мен оғыме қапын қапатсынлар. Мен келердім, таныш олырдым бөле. Вот мое одно удостоверение, вот мое другое удостоверение, вот моя трудовая книжка. Бахарлер и Абле, а почему вы не работаете? А я хочу у вас спросить, почему я не работаю? И пек чоқ оленелер. Мына тренировка келем. Энвер Абдураманов. Не үшін он айтмайлар. Мастер спорта СССР международного класса, тренер олып чараши. Двукратный победитель Кубка СССР. Серебряный призер Спартакиады СССР. Победитель Кубка мира. Чемпион Европы. Не үшін он это көрсетмейлер. А білесіңіз олене қадар спортсменнеріміз? Пек чоқ, шашарсыңыз. У нас 5 заслуженных тренеров СССР, крымских татар,
4 заслуженных мастера спорта СССР, а мастеров спорта СССР международного класса валом. Дербей, çok sağ olun stüdyamızga kelganiniz uchun ve cevaplarınız için sağ olunuz. Sağ olun, siz de sağ olun. Урметлі сержілер, мен сі хатырлатам, бүгін студиямыздың мұсафыры Намус тәшкілетінің азасы Айдер Мустафаев олды. Ачықлав программасы сізлерінен бір аптаға қадар сағылықлаша, көрішмек үзіре, сағылықнен қалыңыз.